Келесі бізде екінші нұсқаның бірінші есебі. А плюс В, А минус В-ның квадраттары деген формула бойынша жазамын. Сонда X-тің 4 дәрежесі болады. Қосылған 6x квадрат Y қосылған 9y-тің квадраты болады. Келесі. Мынаны көбейткен кезде 9 А-ның 6 дәрежесі болады. Минус. Формуладағы 2 еселенгенмен 6 болады. А-ның 3 дәрежесі В болады. Сонда қосылған В-ның квадраты болады. Екінші есеп көбейткіштерге жіктеңдер дейді. 361 деген 19-ның квадраты. Енді 3/100-ден 61 болғандықтан біз 1/9 деп аламыз. Y минус 36 деген 6-нікі. Қосылған 6. Келесі А минус 5В квадрат 25 бестікі. Сонда А қосылған 5В квадрат. Формуласы не? А квадрат минус В квадрат деген формула. Осы бойынша жазалым. Енді берілген өрнек бізде 70-ге бөлінетін дәлелдеуіміз керек. Формула бойынша жазып аламын. А-ның орнында 27, В-ның орнында 43. 27 қосылған 43. Бірінші жақшада, екіншіде 27-ның квадраты минус 27 көбейтілген 43 қосылған 43-тің квадраты. Мына екеуінің қосындысы 60, 70. Сонда дәлелденіп тұр. Төртінші есеп. Бізде дәрежеге шығарыңдар дейді. 3x минус 4-тің 3 дәрежесі. А минус В-ның 3 дәрежесі деген формула бойынша. Сонда бірінші өрнек 3-тің 3 дәрежесі 27. X-тің 3 дәрежесі. Формулада 3 бар. Кейін мына 3-тің квадраты 9 болады. Азайтылған 3 көбейтілген 3x-тің квадраты көбейтілген 4. Толық жазылайын. Кейін қосылған 3x көбейтілген 4-тің квадраты. Минус. Енді 4-тің 3 дәрежесі болады. Енді осын көбейтемін. 27x-тің 3 дәрежесі. Мұнаны көбейтілдісі 9 болады квадраты. Оны 3-ге көбейтеміз. 27 болады. 27-ні 4-ге көбейтеміз. Сонда 108. Азайтылған 108 x-тің квадраты болады. Қосылған. Келесі мұна жерде 4-тің квадраты 16. Ал мұна екеуі 9. 16-дан 9-ға көбейтсек 144 x болады. Азайтылған. Енді 4-тің квадраты 16, 3 дәрежесі 64. Келесі екіншісі. 2А-ның квадраты
қосылған 3v-ның 3 дәрежесінің енді істейміз. Енді бұл қос таңбасы, бүкіл таңбасы осы болады. 2a-ның квадратының 3 дәрежесі қосылған 3 еселенген формула. 2a-ның квадратының квадраты көбейтілген 3v-ның 3 дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 2a-ның квадраты көбейтілген 3v-ның 3 дәрежесінің квадраты қосылған. Енді біреу кетті. 2, 3, енді тұнаның 3v-ның 3 дәрежесінің 3 дәрежесі жазылады. Енді осыны ашып шығам. Мына жерде 8a-ның 6 дәрежесі болады. Қосылған. Мынаның квадраты бізде 4 болады. Ал мынайге 9 көбейтсек 36 а квадрат. А-ның 4 дәрежесі кейін в-ның 3 дәрежесі жазылады. Қосылған. Мынаның квадраты 9, 3-тікі. 3-ке көбейтсек 27, 2-ке көбейтсек 54. А квадрат в-ның 6 дәрежесі болады. Ал 3-тің 3 дәрежесі 27, в-ның 9 дәрежесі болады.